Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр, және бүгінгі видеода мен сіздерге таңғы ас жасаудың 4 рецептісін көрсететін боламын. Бұл жердегі жасайтын заттардың бәрі өте оңай және де тиімді, яғни продуктысы арзан заттармен жасалатын болады. Сол себептен де сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Ал ендеше бастаймыз. Бірінші өзімнің ең сүйікті таңғы астарымның бірі овсяный блин жасап көрсететін боламын. Біз овсянканы блендермен ұсақтап алатын боламыз. Егер сіздерде ондай нәрсе болмаса, онда оқтаумен ұсақтап алсаңыздар болады. Немесе овсяны быстрого приготовления, яғни тез жасалатын овсянканы алып, оны ұсақтамай ақ қоса берсеңіздер болады. Енді овсянканы ұсақтап алғаннан кейін біз оған бір жұмыртқаны қосамыз. Одан кейін сүт қосатын боламыз. Дәміне қарай тұз немесе қант қоссаңыздар болады. Тәтті керек болса қант, дәмді керек болса тұз қосасыздар. Кейін оның бәрін жақсылап тұрып араластырасыздар. Табаны орта отқа қойып, оған сары майды ерітемін. Немесе сұйық май қоссаңыздар да болады, бірақ мен сары май қосамын, маған солай ұнайды. Одан кейін жасаған смесіміздің бәрін, сұйықтығымыздың бәрін осыған осылай құямыз, және де осыны шет-шет жағына қарай бәрін тегістеп шығатын боламыз. Орта отта қақпағын жауып 3 минут пісіретінін боламыз. Одан кейін 3 минуттан кейін аударамыз, одан кейін аударып қақпағын жаппай 3 минут пісіретін боламыз. Біздің овсяный блинымыз дайын болғанда, оның үстіне әртүрлі начинка қоссаңыздар болады. Маған помидормен ұнайды. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оны әртүрлі қылып қоса берсеңіздер болады. Егер де овсянкаға қант қосып жасап, яғни тәтті версиясын жасаған болсаңыздар, онда оған банан қоссаңыздар өте керемет кетеді. Маған помидормен, қызанақпен өте қатты ұнайды. Екінші рецепт ол менде печенье, немесе жай ғана пішінән. Тура жаңағындай овсянканы блендерден өткіземіз. Одан кейін алманы да блендерден өткіземіз, немесе теркадан да өткізсеңіздер болады. Енді өткізген заттарымыздың бәрін саламыз, овсянканы, одан кейін алманы. Осының бәріне жұмыртқа қосамыз, одан кейін разрыхлитель, яғни қопсытқыш қосамыз. Қопсытқыш қосып біткеннен кейін осының бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Жабысып қалмас үшін табаға май құямыз, немесе пергаментовый бумага қолдансаңыздар болады. Менде ол жоқ болғандықтан май құйдым. Одан кейін осылай жаңа шыққан массаны алып, одан печеньенің формасын жасайтын боламыз, видеода көрсетілгендей қылып. Духовкада 180 градуста 30 минут піседі. Үшінші завтрактың рецепті әрине алдыңғы рецептегілердей пайдалы емес, зато өте дәмді, завтраққа өте күшті панкейк. Алдымен бір жұмыртқаны алып, оны ыдысқа жарып аламыз. Одан кейін қант қосамыз. Рецептке 50-80 грамм деп қалдырдым. Өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай қоссаңыздар болады. Енді одан кейін оның бәрін араластырамыз. 200 грамм сүт құямыз. Одан кейін тағы да бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Кейін бір қасық разрыхлительді ұнға қосып, екеуін араластырып алып, кейін оны електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен өткізген дұрыс, сол кезде панкейк күшті болып көтерілетін болады. Соңынан сары май қосатын боламыз. Маргарин емес, жақсы сары май қосуға кеңес беремін. Одан кейін осының бәрін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осындай масса шығу керек.
Газдың көзі видеодағыдай деңгейде жанып тұру қажет. Кейін оның үстіне таба қоятын боламыз. Және де таба бізде құрғақ болу керек. Оған майда, сұйық майда еш нәрсе жақпаймыз. Кейін біз сұйықтығымызды осы құрғақ табаға құятын боламыз. Уақыт өте келе сұйықтықтың үсті көпіршіктене бастайды. Бұл панкейк пісіп қалды деген сөзді білдіреді. Сол себептен де оны аударамыз. Кейін келесі жағына бірер минут газда ұстаймыз да, оны тарелкаға саламыз. Және бәрін дәл осылай пісіріп шығатын боламыз. Соңынан өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты үстіне шоколад жақсаңыздар болады, сгущенка немесе нутелла сияқты нәрселер жағып, әсемдеп сәндесеңіздер болады. Үшінші рецептті көптері біледі деп ойлаймын, бірақ білмейтіндер де бар деп ойлаймын. Сол себептен де бұл үшінші рецепт өте дәмді және өте оңай жасалатын греники. Алдымен газды қатты отқа қойып, кейін оған таба қойып, одан кейін оған сұйық май құятын боламыз. Жұмыртқаны ыдысқа жарып аламыз, және де дәміне қарай тұз және де бұрыш қосамыз. Бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін жұқа қылып кесілген бөлке нандарды алып, осы жұмыртқа смеске батырамыз. Әр түрлі нан қолданса болады, бірақ лепешка қолдануға кеңес бермеймін. Батон, бөлке секілді нандар қолданғандарыңыз абзал болады. Осылай жұмыртқаға матырып, осыны қуыруға, жаңағы қызып тұрған табаға сала береміз. Және біз оны екі жерінен қуыратын боламыз. Осылай арт жағы золотистый, яғни алтын түстес болған кезде оны екінші жаққа аударамыз. Және де келесі жағы да алтын түстес болған кезде оны тарелкаға салып алатын боламыз. Достар, осымен видео аяқталды. Сіздерге осы рецепттер пайдалы болды деген ойдамын, және оны жасап көрулеріңізге 100% кеңес беремін. Және де жасап көрсететін болсаңыздар, онда мені инстаграмға белгілеп салып қойсаңыздар болады. Мен инстаграм мына жерден шығатын болады. Маған сіздердің жасағандарыңызды көру тоже қызық болатын болады. Ал ендеше барлықтарыңызға сау болыңыздар. Пока.